Баршаңызға сәлем. Бүгін бетіне глазур қосылған осындай шоколадты печенье дайындайтын боламыз. Алдымен жылы сүтімізге шекерді салып, екеуін бірге араластырып аламыз. Келесі кезекте сүтімізге жұмыртқаның сарыуызын, сұйық май және тұзды салып, тағы да араластырып аламыз. Енді үстіне ерітілген қара шоколадымызды саламыз. Менің жағдайымда Қазақстан шоколадын пайдаландым. Содан соң қамыр қопсытқышпен какаомызды салып аламыз. Ендігі кезекте үстіне бір қасықтап ұнды сала отырып, қамыр илейміз. Достар, менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп қоюды, подписка батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Қамырымызды жайып аламыз. Біздің қамырымыздың қалыңдығы шамамен 1 сантиметрге жетер-жетпестей болады. Енді оны әртүрлі формамен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен осылай гүлдің формасымен кесіп шықтым. Қамырымызды қызып тұрған пеште, яғни 180-200 градуста 20 минут аралығында шамамен пісіріп аламыз. Оған дейін біз печеньенің глазурын дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ақуызына шекерді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің глазурымыз қимылдамайтындай дәрежеге жету керек. Пісіп шыққан печеньелеріміз суығаннан кейін осылай глазурге батырып, араластырып аламыз. Осымен біздің глазурлі шоколадты печеньеміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, ас болсын.